Теміртаудағы Бастау тілдік платформасы рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасының аясында бір жыл бұрын өз жұмысын бастаған болатын. Жоба қаламыздағы орыс тілінде сөйлейтін тұрғындарға қазақ тілін үйретуге бағытталған. 30 қараша күні Бастау тілдік платформасының негізінде тұңғыш президент күніне орай қала оқушылары үшін квест ойын түрінде мерекелік шара ұйымдастырылды. Бұл сабаққа біз қазір мектеп оқушыларын шақырып отырмыз. Және де бұл сабақтың ерекшелігі қазіргі келейін деп отырған балалардың көбі орыс тілді балалар. Соған қарамастан біздің тақырып менің тұңғыш президентім сабағы қазақ тілінде өтеді. Бұл жерде біз тек қана тұңғыш президент туралы ақпарат беріп қоймаймыз. Осы сабақтың барысында оқушылар біраз өз сөздік қорларын, мемлекеттік тілдегі сөздік қорларын байытады деп ойлаймын. Бұл жобаның ерекшелігі мұнда келген адамдар қазақ тілін сабақ негізінде ғана үйренбейді. Олар бір-бірімен сөйлесу арқылы еркін пікірталас алаңында мемлекеттік тілді тез үйреніп кете алады. Бүгінгі ұйымдастырылған шара квест ойын түрінде өтті. Балалар кинодан көрсетілген үзіндіні көре отырып, өздеріне қажетті дүниені іздеп табуы тиіс болатын. Ал олар іздейтін құпия заттар әр жерде жасырулы тұрды. Жыл бойы осы бастау алаңында осындай сабақтар жиі болып тұрады. Жалпы біздегі бастау алаңында келетін келушілерге бізде жас жағынан, ұлт жағынан кедергі жоқ. Яғни кез келген жастағы балалар да, үлкен кісілер де келе береді. Жалпы біздегі бұл бастау тіл алаңы ашылғалы біз осы қаладағы ЦАНмен бірігіп жұмыс істейміз. Одан кейін біздің қасымызда тағы да мүмкіндіктері шектеулі адамдармен орталық бар, сол жерден де адамдарды тартып жатырмыз қазір. Бір жыл көлемінде бастау жобасы 200-ге жуық баланы оқытып үлгерген. Меруерт Ахметжанова атап өткендей, бұл жобаның мамандары қаладағы үлкен сауда үйлеріне барып та арнайы акциялар өткізеді екен. Бізде көбінесе былай келеді. Біздегі осы жердегі курстар бар, тегін түрдегі ағылшын, қазақ тілі курстары. Соған келетін кейбір тыңдаушылар өздерінің 5 жастағы болса да 6 жастағы мектеп оқушылары балаларын алып келіп жүр. Сол балалармен біздің әдіскер жұмыс істейді. Одан басқа өзімізге жаңағы жаздың кезінде біз осы жарнама жасап паркке, дүкендерге қаланың шыққан кезде біраз балалар жазылған. Осы біздің бастау алаңына келуге сол балалар келіп жүреді. Мұндай іс-шаралар Бастау тілдік платформасында үнемі өткізіліп тұрады. Ұйымдастырушылар әр шараны қызықты етіп өткізсек, Теміртау халқының мемлекеттік тілді үйренуге құлшынысы одан сайын артады деп отыр. Құрметті теміртаулықтар, сіздердің барлықтарыңызды біздегі алдымызда келе жатқан 1 желтоқсан тұңғыш президент күнімен құттықтаймын. Барлықтарыңызға осы біздің тәуелсіздік Қазақстанымызда бақытты өмір тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Осындай елбасының біздің өмірімізге тигізіп жатқан барлық саяси бағдарламаларында айтылып жатқан біздің болашақ жарқын өміріміз осы орындалсын. Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын.